Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ата заңымыз Конституция бойынша Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі. Бірақ біздің мемлекеттік қызметкерлер қазақша сөйлей алмайды. Мысалға үшін мына суретте көріп отырған азамат бас прокурорының орынбасары Дембаев Болат Бекназарұлы. 2019 жылы бас прокурорының орынбасары болып тағайындалыпты. Оға дейін 2017 жылдан бастап Нұр-Сұлтан қаласының прокуроры болған екен. Қазір видеоға назар аударыңыздар. Бұл кісінің қазақша қалай сөйлейтінін көресіздер. Негізі қазақша білмейтін адамдар мемлекеттік қызметте қызмет етпеу керек заң бойынша. Себебі мемлекеттік тілді білмейді. Мысалға, мемлекеттік тілде жазылған іс қағаздарды қалай тексереді бұл адамдар, қалайша қол қояды. Мен соған таң қалам. Қазақша сөйлегендері елге күлкі, есекке таң. Қазақстан Республикасы мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы жөнінде баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Болат Бекназарұлы Дембаев мырзаға беріледі. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, қадірлі депутаттар, Қазақстан Республикасы мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шарт 2018 жылғы 4 шілдеде Нұр-Сұлтанда қол қойылған. Аталған шарт екі мемлекет арасында сотталған адамдардың жазасын одан ары өз отанында өтеу үшін олармен алмасу мүмкіндігін байланысты мәселелерді реттеуге бағытталған. Шартпен адамды беруді іске асыруға рұқсат ететін нақты жағдайлар мен мұндай берудің мүмкіндігін жоққа шығаратын жағдайлар қарастырылған. Жалпы бұл шарт осы салада үлгілі болып табылады. Біз осындай халықаралық шартты 21 елмен жасастық. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы заңына сәйкес бұл шарт адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын тікелей қозғайтындықтан ол ратификациялауға жатады. Қазақстан үшін шетелде өз азаматтарын құқықтық қорғалуын күшейту аса маңызды. Қазір біздің 6 сотталған азамат Біріккен Араб Әмірліктерінде өз жазасын өтеп жатыр. Олар 5 ер азамат пен 1 әйел адам. Ал Қазақстанда сотталған олардың азаматтары жоқ. Жалпы шартты ратификациялау екі мемлекет үшінде өзекте болып табылады. Ұсынылып отырған заң жобасын қабылдау республика бюджеттен қосымша қаражатты талап етпейді. Осыған байланысты ұсынылған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Сөз депутат Бопазов Марат Дәребекұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Құрметті Болат Бекназарұлы. Шарттың 10 бабына сәйкес үкімді орындаушы мемлекет сотталған адамға қатысты үкімнің орындалуының өзінің заңнамасына сәйкес жалғастыруды қамтамасыз етеді. Және үкім шығарушы мемлекеттік сотты тағайындағандай жазалау мерзімін тағайындауға міндеттенеді. Бұл ретте Біріккен Араб Әмірліктерінің қылмыстық құқығы жалпы оның құқық жүйесі сияқты аралас сипатқа ие. Бұл елдің қылмыстық кодекс толығымен ислам шариғатына негізделмеген. Бірақ сонда да оның кейбір элементтері бар. Мысалы, Біріккен Араб Әмірліктерінде егер адам қарақшылық, шабуыл жасап жәбірленушіні өлтірсе, және оның мүлкін иеленсе, оған қатысты өлім жазасы көзделген. Осы ретте бізде осыған ұқсас әрекет үшін өлім жазасы көзделмеген. Оның үстіне жазаның бұл түріне мораторий белгіленген.
Осыған байланысты сізден мынандай сұрағым бар. Мұндай жағдайларда үкімді орындаушы мемлекетте жазаны ауыстыру қалай жүзеге асырылады? Рахмет. Сұрақ түсінікті, рахмет. Осы дұрыс айтасыз, Біріккен Араб Әмірліктерінде көбісі ислам дініне сәйкес біз бірақ қылмыс кодекске қарағанда әр түрлі ережелері бар. Осы шартта да бір ерекше несі бар. Мысалы, біздің үкім сот шығаратын сәйкес болу керек Араб Әмірліктеріне үкіміне сәйкес болуға тиіс. Сәйкес болғанда толық сәйкес болуға тиіс. Мысалы, қазір Араб Эмиратта біздің 5 азамат өзінің жазасын өтіп жатыр. Олар сотталған 15 жылға. Мысалы, олар арыз жаса, бізге елге қайтарамыз деп, келеміз деп, біз сол кезде біздің де сот үкім шығаруға тиіс, тек қана 15 жыл бас бостандыққа айыруға. Болат Бекназарұлы. Депутаттың сұрағында түсінікті нәрсе болды ғой. Мысалы, мынау Араб Әмірліктерде өлтіру үшін өлім жазасы бар. Біздің заң бойынша өлім жазасы жоқ. Осындай жағдайда жазаны ауыстыру қалай болады? Тікелей сұрақ, жауап беріңіз, болды. Ол түсінікті, кешіріңіз. Біздің қылмыс кодексі өмір бойы бас бостандық айыру жаза бар. Ондай да жаза Арабтың қылмыс кодексінде бар. Қазір Оша жауап бер, жарайды. Можно еще раз вопрос повторить в этой части? Если он убил, допустим, потерпевшего, Да. вот как говорит депутат там, и даже завладел его имуществом, за это преступление в Объединенных Арабских Эмиратах полагается смертная казнь. Это аналогичное деяние, не предусмотрено у нас смертная казнь. Вот в такой ситуации каким образом будет осуществляться замена наказания в государстве исполнения приговора? Вот так, да? Марат Дербекович, Сулагой. Ну, как раз вот я говорил, что это особенность этого договора, что мера наказания, которая назначена в Арабских Эмиратах, должна полностью соответствовать наказанию, которое будет назначено нашим судом. Если у нас Речь идет о том, что там такое решение. Не, если у нас не предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение, то мы, естественно, его не можем принять себе для отбытия наказания. Мы не можем назначить. Тогда мы откажем ему в удовлетворении его заявления о переводе для отбытия наказания в Казахстан. Ну вы тогда скажите, что получается? Если гражданин Казахстана совершил там преступление, моделируемое, это преступление там несет очень серьезные последствия, вот как сейчас приводил депутат, вплоть до смертной казни. В Казахстане нету такого наказания, у нас мораторий на смертную казнь, у нас пожизненная. В этом случае мы его обмениваем на пожизненное суда или оставляем? С вашего ответа понимаем, что оставляем. Вот если он там осужден, к примеру, к смертной казни, у нас нет, мы никак не можем ему назначить смертную казнь. Поскольку, когда мы получаем приговор Арабских Эмиратов, мы его узакониваем. То есть генеральный прокурор подает представление в суд, суд изучает это дело и выносит новый приговор, что такое-то лицо осуждается
к смертной казни, и будет написано, что у нас смертная казнь не предусмотрена, поэтому не может быть назначено такое Депутат наказание. Бапазов просит слово еще раз. Не удовлетворен вашим ответом. Нұрлан Зайроллаұлы, егер де ұқсат болатын болса, Болат Бекназарұлы жазбаша түрде берсеңіз жауабын. Иә, бәрін анықтап өзіңіз біліп алыңыз. Хорошо. Сами разберитесь. Вы так Хорошо. легко сейчас говорите, останется, отказываемся. Это судьба человека, нашего гражданина. Сейчас вас вся страна слышит. Нет. Страна действительно очень часто посещаемая казахстанцами. Жизнь есть жизнь, өмірде не болмайды. Но что-то там вдруг произошло, мы же должны понять, что будет с нашим гражданином. В соответствии с законодательством той страны, ему вынесли приговор, смертная казнь, допустим. Мы его... А вот здесь что мы будем? Мы его забираем? Нет, вы говорите, нет, у нас нет смертной казни, он остается. А если это Хорошо. так, то надо думать, тогда в этом договоре надо что-то предусматривать. Разрешите дополнить? Пожалуйста, пожалуйста. Если вынесен, вот я еще раз говорю, это особенность этого договора, что если приговор вынесен в данном случае арабской стороной, мы его изменить не можем. Мы даже не можем на месяц ему снизить наказание. То есть, я говорю, если ему приговорили его к смертной казни или к 10 годам лишения свободы, мы должны ему ровно дать 10 лет лишения свободы. Это вот особенность этого договора. Где мы? Своим приговором? А? Своим приговором? Не, уже приговор же вынесен, мы его уже изменить не можем. Хорошо. Мы можем подтвердить его. А чем вы подтвердите его? Вы вынесем решение приговором суда. Ну, я и спрашиваю, приговором казахстанским. Да, казахстанский Тогда я вам приговор. моделирую, если приговор арабский, смертная казнь, казахстанским приговором вы не можете вынести смертную казнь, потому что мораторий. Как быть тогда? Судья об этом и напишет, Так. что у нас в Казахстане за данное наказание, за данное преступление не предусмотрено. Так. Смертная казнь максимально может быть назначена, к примеру, там 20 лет лишения свободы. Все, этот приговор мы направляем в Арабских Эмиратах. Если они в дальнейшем в процессе переговоров, мы, так скажем, убедим их, что это достаточная мера наказания, они дадут нам согласие, тогда он может перейти для отбытия наказания в Казахстан. Марат Зекенович Сыздықов, сыртқы істер министрі орынбасары. Есть что добавить? Так, уважаемый Нурлан Зайроллаевич, Поближе к микрофону. у нас, в принципе, на практике, как показывает анализ ситуации, не было таких случаев,